ing формасын жалғаудың өзінің арнайы ережелері бар. Егер де етістіктің ішінде бір ғана дауысты дыбыс болатын болса, онда оның соңындағы дауыссыз дыбыс 2 еселеніп келеді. Ол не деген сөз? Мысалға, мына жерге назар аударыңыз. Мынау jog деген жүгіру деген мағынаны білдіреді. Оның ішінде бір ғана дауысты дыбыс бар. O. Мысалға, run, you дауысты дыбысы бар. Swim, I. Shop, O. Get, E секілді бір ғана дауысты дыбыс келетін болса, етістіктің ішінде, онда оның соңындағы дауыссыз дыбыс 2 еселеніп кетеді. 2 рет жазылатын болады. Jog, jogging. Run, running. Swim, swimming. Shop, shopping. Get, getting деген секілді. Ал келесі екінші ережесінде, егер де етістіктің соңы и әріпімен бітетін болса, онда ол и әріпі түсіп қалады да бірден ing жалғанып кетеді. Dance, dancing. Make, making. Have, having. Ride, riding. Drive, driving деген секілді. Ал келесі үшінші ережесінде y әріпімен біткен жағдайда y әріпін түсіріп тастамаймыз, сол күйі жазылады да ing жалғайтын боламыз. Түсінікті ғой? Енді бір жаттығулар жасап, жаңағы үйренген ережемізді бір жаттығуда қолданып көрейік. Мысалға, мына жерде олар немен айналысып жатыр, What are they doing деп тұр. Олар немен айналысып жатыр? Суретке қараймыз. They are dancing. They біздің есімдігіміз, одан кейін келетін көмекші етістік are, сосын dancing билеп жатыр деген мағынаны білдіреді. Келесі мысалға назар аударсақ, she is'ді қысқартқанбыз. She's singing, ән айтып жатыр. Келесі мысалда he is қысқартылған. He's painting. Paint, сурет салу деген мағынаны білдіреді. ing жалғаймыз. Painting деген сөз шығады. She is dancing. Ол билеп жатыр. He is drinking. Ол су ішіп жатыр. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті көрсетіп жатыр.